жылдықтан 10 жылдыққа дейін Қытай тауларында жүргізілген көптеген қазба жұмыстары кезінде әртүрлі оғаш артефактілер табылды. Осы таңғажайып олжалардың арасында адамзатқа белгісіз және динозаврларға жатпайтын сүйектер, сондай-ақ мыңдаған жылдар бойы терісі мен еті сақталған адам денелері кездеседі. Осы қазбаларға қатысқан ғалымдардың бірі профессор Яң Си ол 1978 жылы Кунлун тауларында 749 бөлімшені құрып, осы оғаш ашылулардың құпияларын ашуға арналған арнайы топты басқарды. Бір жылдан кейін 1979 жылы таудағы қазба жұмыстарында қажығанша еңбек етіп жүрген көптеген солдаттардың бірі Ху Баймен кездесеміз. Жұмыс өте ауыр, және ол жиі шаршаудан есінен танып қалады. Дәл осы сәтте жұмысшылар тобының медбикесі Яң Пин есімді жас әйел пайда болып, оған көмектеседі. Ол профессор Яң Си Олдың қызы. Ху Бай онымен алғаш кездескенде, оны бұрыннан білетіндей сезінеді. Екеуінің арасында туындаған байланыс олардың досы Sang Sunды біраз қызғанышқа итермелейді. Келесі көріністе топ бір қазба туннелінен тағы бір алып бас сүйегін шығарып жатыр. Ол белгісіз тіршілік иесіне тиесілі. Ху Бай қызығушылықпен жақындамақ болғанда, оны күзетшілердің бірі тоқтатады. Кенет үңгір дірілдей бастайды да, еш жерден жарылыс болып, бәрін жойып жіберетін соққы толқыны пайда болады. Жұмыс орнын толығымен қиратады. Ханг есімді офицер бастаған солдаттар ұрысқа дайындалады, бірақ үңгірден тек профессор Яң мен бірнеше жұмысшы ғана шығады. Алайда бұл оқиға толық сәтсіздікке ұшыраған жоқ, өйткені тауда жаңа жол ашылады. Профессор Яңды ілесіп жүру үшін арнайы топ жіберіледі. Яң Пин дереу әкесіне көмектесуге ерікті болады. Бұл Ху Байдың да бірден ерікті болуына себеп болады. Бұған Sang Sun да және басқа бірнеше ер адам қосылады. Топ үңгірге кіріп, ашылған жолмен жүреді. Ақыры олар терең шыңырауды кездестіреді. Олар шыңыраудың бойымен өрмелей бастайды. Сол кезде айналаларында көбелекке ұқсайтын тіршілік иелерін байқайды. Біраз уақыттан кейін олар мұзды платформаға жетеді. Оның ортасында терең жарықшақ бар. Олар жарықшақ арқылы төмен түсіп, оғаш қазбаларға толы зерттелмеген үңгірге жетеді. Біраз жүргеннен кейін олар шығатын жол табады. Онда жартас және бірнеше таулар, олардың арасында ерекше биік тау көзге түседі. Профессор Яң Ху Байға осы аймақта ежелгі патшалықтың құпия үкіметке тиесілі есігі бар деген аңыз туралы айтады. Бірақ олардың әңгімесі басқа солдаттардың қардағы алып іс туралы маңызды жаңалығымен үзіледі. Ханг және қалған топ таудың кіреберісіне есік орнатуды аяқтағанда, профессор Яң және оның адамдары сол іздерді қалдырған аңды табу үшін жолға шығады. Аң жақын жерде болғанымен, олар оны байқамайды, өйткені ол тауларда камуфляжға еніп жасырынып тұр. Алда олар алғаш кездестірген ұсақ ұшатын тіршілік иелерімен қайта ұшырасады, бірақ мұқият қарағанда олардың көбелек емес, оғаш жарқанаттар екенін түсінеді. Яң Пиннің қолына біреуі қонғанда ештеңе болмайды, бірақ профессор олардың бірін жақыннан көргенде, оның түсі өзгеріп, шабуыл жасағандай болады. Бір солдат оны қолымен ұстайды, бірақ бұл қателік болады. Жарқанат көк жалынмен жана бастайды, және тез арада тек сүйектері қалады. Көп ұзамай оларды осы жарқанаттар қоршап алады. Солдаттар оларды қорқыту үшін оқ ата бастайды, бірақ кейбір адамдарын көк отқа жоғалтады. Осы оқ атысы алып аңның кетуіне себеп болады, ал оның кенет бағытын өзгертуі қар көшкінін тудырады. Бұл топтың таудан қашып, жан сауғалауына әкеледі, ал қар көшкіні артта қалған көптеген солдаттарды басып қалады. Алайда олар алға жылжи алмайтын нүктеге жетеді, өйткені алдарында терең шыңырау пайда болады. Оларда секіруден басқа амал жоқ, бірақ бұған дейін профессор Яң Ху Бай мен өз қызын арқанмен байлайды. Екеуі құлайды, бірақ арқан мұздың бір бөлігіне ілініп қалады. Бірнеше рет тербелгеннен кейін үйкеліс арқанның үзілуіне әкеліп, олар шыңыраудың түбіне құлайды. Ху Бай есін жиғанда, шыңыраудың түбінде тек 4 адам қалады. Яң Пин, Ху Бай, профессор Яң және Sang Sun мүмкін болған барлық жабдықтарды жинап алғаннан кейін, әлдеқайда азайған топ шамдар жағып, зерттеуді жалғастырады. Олар ортасында биік мұнарасы бар, айналасында қираған ғимараттардың орны бар үлкен үңгірге тап болады. Профессор Яң бұл жерді Кулдың қасиетті сарайы деп атайды. Мұнарада 9 қабат бар делінеді, онда жынды тіршілік иелері мөрленген. Бұл профессор Яңдың ұзақ уақыт іздеген нысаны. Ол құрметпен тізерлеп, қандайда бір құрбандық үстеліндегі шамды жағады. Ол жоғары жалын шығарып, мұнараны қызыл жарықпен қоршап, жарқанаттардың бұлтын пайда болады. Профессор Яң Ху Бай мен оның қызы мұнараның есігін аша алады деп сенеді. Олар қол ұстасып кіргенде, профессордың теориясы рас болып шығады. Есік ашылып, жарық шығады. Мұнараның жоғарғы жағында жарық пайда болып, айналаны рухтар толтырады. Бірақ Sang Sun жын деп аталатын нәрсені ашқанына наразы болып, шамды истерикамен өшіргенде бәрі кенет жоғалып кетеді.
Үңгір құлай бастайды, сондықтан топтастардың немесе оларды қуып келе жатқан жарқанаттардың астында қалмас үшін сыртқа қарай асығады. Sang Sun өзін құрбан етіп, артта қалып, жарқанаттардың көк отымен өліп, бірақ олардың көбін өз денесінің жарылысымен жойып жібереді. Дегенмен жарқанаттардың бұлты әлі де еркін, және олар қалған үштікті қуады. Олар кем дегенде біраз қашықтықты сақтай алды. Олар шығатын жол табады, бірақ ол сарқыраманың артындағы өте биік жартасқа апарады. Жарқанаттар оларға жетеді. Ху Бай шаммен оларды қорқытуға тырысқанда, олар оны тістеп иығында от шығарады. Яң Пин оны жартастан итеріп жібереді. Ол суға түсіп, отты өшіреді. Ол және оның әкесі дереу соңынан ереді. Яң Пин су астында қалады, бірақ кенет динозаврға ұқсайтын алып тіршілік иесі оны аузына алып кетеді. Күйзелген Ху Бай суға шығып, базаға қайтады. Суық температурада оның иығындағы күйік емделеді. Офицер Ханг оған экспедициядағы барлық денелер табылғанын, бірақ Яң Пин мен оның әкесінің денелері табылмағанын, сондықтан Ху Байдың жалғыз тірі қалғанын айтады. Ол бұл өмірден бас тартып, үйіне қайтуға шешім қабылдайды. Пойызбен келе жатып, ол Sang Sun мен басқа солдаттардың өздерімен бірге ән айтып жатқанын елестетеді, бірақ бұл тек елес екенін, шын мәнінде олардың бәрі өлгенін түсініп көңілі түседі. Ху Бай далаға жақын темір жол станциясында түсіп, оны жаңа жұмыс берушісі Ван мырза күтіп алады. Офицер Ханг пен Чин Донг есімді ғалым оны іздеп жүргеніне бейхабар. Енді 1982 жыл. Ху Бай Ван мырзаның кітапханасында жұмыс істей бастайды. Бұл оған тыныш өмір сыйлайды. Түскі асқа бірге барғанда, Ван мырза оны жергілікті мейрамханаға апарады. Онда Ху Бай балалық шақтағы досы Ван Каушенмен кездеседі. Ол жергілікті топпен бірге клиенттерді қызықтырып жүр. Ху Бай Ван мырзаның оны әдейі осында әкелгеніне күмәнданады. Кітапханада жұмыс істеп жүріп, Ху Бай профессор Яңның зерттеулеріне қатысты кітап табады. Онда жын мұнарасының суреті бар. Ол мұнараны ашу әрқашан профессордың мақсаты болғанын, және оның Ху Бай мен Яң Пиннің мұны істей алатынын білгенін, сондықтан оларды бірге қорғауға тырысқанын түсінеді. Осы кезде 749 бөлімшеде зерттеушілер ішінде тірі әйел бар табыт табады. Ол Яң Пинге ұқсайды, бірақ ол өзін есіне түсіре алмайды. Оған Ширли деген ат беріледі, және ол қатаң бақылауда ұсталып, емделуде. Ху Бай әрі қарай. Ху Бай кітапханада профессор Яңның кітаптарын табады. Онда белгіленген беттер оған арналған. Осы қолдаудың арқасында ол аңыздарға құмар болып, оларды бірнеше ай зерттейді. Бұл оған олардың шынайы тарихын түсінуге көмектеседі. Ол жындар әлемінен шыққан гуманоидті нәсіл болғанын анықтайды. Олардың ата-бабалары Сатурннан келген. Олар жындар мен адамдардың мұрагерлері, ал мұнара олардың мұрасы. Мұнараны қорғаушылар болуы керек еді, бірақ 10 000 жыл бұрын бұл нәсіл жерден жоғалып кеткен, өйткені адамдар жындардың бақылауынан босап шыққан. Дегенмен Ху Бай бірнеше сұраққа жауап таба алмайды. Неге ол және Яң Пин мұнараны аша алды? Профессор неге оны ашқысы келді және бұл кітаптарды кім жіберіп жатыр? 3 жылдан кейін 1985 жылы офицер Ханг оның тобы тауларда жасырынған үңгірден профессор Яңды тірі тапқанын біліп, таңғалады. Осы уақытта Батыс Қытайдағы мұнай қаласына жұмбақ және қорқынышты тіршілік иелері шабуыл жасайды. Бәрін жойып, тек қирандылар қалдырады. Профессор Яң Хангке бұл мұнараның ашылуының салдары болуы мүмкін екенін айтады. Ол осы оқиғаны зерттеу үшін сол аймаққа аттанады. Бұл оқиға Ху Байға да әсер етеді. Оның иығындағы тыртық жиі мазалай бастайды. Дәрігерге барғанда оның орналасқан жері жүйеге енгізіліп, офицер Хангке белгілі болады. Бір күні түстен кейін Ху Байдың иығындағы ауырсыну соншалықты күшейеді. Ол кенет арқасында от жанып, ол кітапханадағы барлық жиһазды ұшырып жіберетін қандай да бір күш көрсете бастайды. Ван мырза пайда болып, мұны қалыпты нәрсе ретінде қабылдайды, және Ху Байдың қаны жарқанаттардың шабуылы салдарынан жынды күшпен ластанғанын, бұл оған қабілеттер бергенін, бірақ оны тозаққа тартуы мүмкін екенін түсіндіреді. Ху Бай Ван мырзаның мұны қайдан білетінін түсінбейді. Сонда Ван мырза өз күштерін пайдаланып, кітапхананы ежелгі қабірге айналдырады, және өзінің жан мен ұлт ханзадасының қорғаушысы екенін ашады. Ол мұнарада болған қорғаушы рухтар сияқты, Sang Sun сияқты рухтардың да бар екенін түсіндіреді. Ван ханзада Ху Байдың алдындағы болғанын, және адамзатты жерді билеген технологиялық дамыған жатжерлік жын нәсіліне қарсы бастағанын айтады. Ханзада өз денесін мұнараны мөрлеу үшін пайдаланған, және көптеген жындар планетадан кеткен, бірақ кейбіреулері жасырынып, адам кейпіне еніп, тіпті адамдарға үйленіп, олардың ұрпағы болған. Олар Ху Байды қалайды, өйткені ол мұрагер ретінде мұнараны қайта ашып, жындарды босата алады. Осы кезде 749 бөлімшеде Ханг профессор Яңды қайтадан жоғалтқанына ашулы, бірақ кенеттен Ширлидің оянғаны және естеліктерін қалпына келтіргені туралы хабар оның көңіл күйін жақсартады. Ширли әкесін және Ху Байды іздегісі келеді.
Пин кітапханаға Ху байды қайтадан миссияға тарту үшін келеді, бірақ Ху бай соңғы миссияда көрген өлімдерден кейін қайта оралғысы келмейді. Дегенмен Яң Пиннің қазір Ширли деп аталатын тірі екенін білгенде, оны қатты сағынған үшін ойын тез өзгертеді. Ван мырза оның баруы жаман идея деп санайды, өйткені жындар оны мұнараны қайта ашу үшін ұстағысы келеді. Бірақ Ху бай Яң Пиннің қалай тірілгенін түсінуді, және ханзаданың қабіріне шабуыл жасап жатқан аңдардың рухтарына қарсы бірдеңе істеу керектігін қалайды. Ху бай көмектескісі келетін Каушенмен бірге кітапханадан кетеді. Олар солтүстік Қытайға аттанады, онда профессорды іздейтін топпен кездеседі. Чин Донг Вэй есімді әйел, бір топ солдат және әрине Ширли. Ху бай оны қайта көргенде қуанышын жасыра алмайды, бірақ Ширли оның атын есіне түсірсе де, суық қарым-қатынас жасайды және Яң Пин емес, Ширли деп аталуды талап етеді. Кейін топ шөл дала арқылы түйемен саяхатқа шығады. Бірнеше тыныш күннен кейін олар кенеттен қорқынышты құмды дауылға тап болады және одан қашу үшін тез кетеді. Олар байқамай қандайда бір тосқауылдан өтіп кетеді. Бұл құмды дауылдың тоқтауына жалғыз себеп болады. Олар құмды дауылдан қашып, мұнай қаласының қирандыларына кіреді, ал дауыл оларды енді қуып жетпейді. Қауіпсіз жерге түскен бойда олар қашу кезінде бірнеше адамды, соның ішінде Каушенді жоғалтқанын түсінеді. Каушенмен тағы 3 адам шөл далада бір ғана түйемен қалады. Олар алыста көрген құдыққа жетуге тырысады, бірақ күнде жүретін қасқыр тәрізді жын тіршілік иесінің шабуылынан бөлінеді. Шабуыл кезінде жын бір солдатты өлтіреді. Қалған топ құдық орнына жеткенде екінші құбыжықты кездестіреді, ол тағы бір адамды өлтіреді. Тек Каушен мен оның досы қалады. Олар велосипед тауып, мұнай қаласына топтың қалған бөлігімен қосылу үшін жолға шығады. Топ қирандылар мен мәйіттерді зерттеп, ештеңе таппайды. Жындар туралы естіген Ху бай таудағы қырғын қайталанбас үшін кеткісі келеді, бірақ Чин Донг пен Ширли миссияны аяқтау үшін қалғысы келеді. Талқылауға уақыт жоқ, өйткені құбыжықтар пайда болады және топ ұрысқа дайындалады. Олар қаруланып, автобустың артынан секірген бірінші құбыжықты атады. Олар құбыжықты өлтірді деп ойлап, екіншісін қуады. Бұл құбыжық оларды бақылап секіріп жүреді, содан кейін алыстап кетеді. Сол кезде Ширли қаңырап бос қалған мектепке жүгіреді. Ху бай оның соңынан ереді. Мектепте ол төбеден ілулі тұрған мәйіттер мен жердегі тесікті көреді. Тесікке кіріп қабірге апаратын туннель табады. Онда құбыжық Ху байды итеріп, жаралайды, бірақ оны өлтірмес бұрын Ширли пайда болып, құбыжықты қуып жібереді. Ол өз күштерін пайдаланып, Ху байдың ес-түссіз денесін табытқа левитациялап, оны жауып кетеді. Қалада көбірек құбыжықтар пайда болады, топты қоршап, ғимараттардың жоғарғы қабаттарына жасырынады. Олар күміс оқтармен алыс қашықтықтағы зымырандармен атады, бірақ қасқырлардың көбі шабуылдардан жалтарып, ғимараттарға өрмелейді, кейбір топ мүшелерін ұстайды. Вэй қираған дүкенде жасырынып, манекен болып көрінеді, бірақ суретке түсіру кезінде шу шығарып, құбыжықтың назарын аударады. Ол жанұшыра қашып, Каушенмен бірге автобусқа жетеді. Олар шабуылдардан аман қалуға disadvantage trees. Құбыжық автобусқа шабуыл жасайды. Ху бай табытта оянып, шығуға тырысады, бірақ оның жаралары керемет жылдамдықпен жазылып жатқанын байқайды. Ван мырзаның рухы пайда болып, табыт ханзаданы қайта тірілтетінін айтады. Ху бай қараңғылыққа құлап, мұнараның алдында пайда болады. Ол Яң Пиннің не болғанын анықтайды. Оны алып кеткен аң оны үңгірге апарып, отқа лай кеткен. Бұл оның денесін жын патшайымының иеленуіне жарамды еткен. Қазір Ширли құбыжықтарды басқарып, оларды қалаға жіберіп жатыр. Жын патшайыммен сөйлескен Ху бай Яң Пиннің мұнараны ашалатын басқа мұрагер екенін біледі. Патшайым Яң Пиннің денесін босатудан бас тартады және оны өлтіру Яң Пинді де өлтіретінін ескертеді. Ху бай Яң Пинді босатуға ант береді, бірақ патшайым оған күледі және оны қалаға қайтарады. Онда құбыжық автобусқа шабуыл жасап, Каушен мен Вэйге жетпек болады. Ху бай құбыжықты тез жойып, достарын босатады, бірақ Чин Донг үшін ештеңе істей алмайды. Чин Донг ғимараттың шетінен ілініп тұр, құбыжықтардың бірі оны ұстамақ болады. Ху бай Каушен мен Вэйді шетке лақтырып, құтқаруға тырысады, бірақ мұнара есігін ашу үшін Ху бай қажет болғандықтан Ширли оны қорғап, құбыжықтардың бірін итеру үшін көлікті лақтырады. Достары әлі де шабуылға ұшыраса, Чин Донг өзін жын өлтіргенше, өз басына қару кезеніп, өлімді таңдайды. Сол сәтте Ху бай Ширлидің көзіне қарап, Яң Пинді енді қайтара алмайтынын түсінеді. Ол Ширлиге 3 рет оқ атып, барлық жындарды жойып, мұнараны құлатады. Ширли Ху байдың оны өлтіре алатын жалғыз адам екенін мойындап, есінен танып, Яң Пинге қайта айналады. Жылап жатқан Яң Пин кенет сөйлеп, Ху байды қайта көргеніне қуанышты екенін айтады. Ху бай оның денесін көтеріп, оны емдеу үмітімен ханзаданың табытына апарады.
Ол онымен бірге табытқа жатып, маңдайын оның маңдайына тигізгенде, Ян Пиннің естеліктерін көреді. Ян Пин бала кезінен жануарларды тірілту сияқты күштерге ие болған, бірақ анасы оған бұл күштерді пайдалануға тыйым салған. Анасы көк жалынмен жанып кеткенде, Ян Пин оның жындардың ұрпағы екенін, олардың адам кейпінде өмір сүріп, кәдімгі адамдарға үйленетінін және белгілі бір жаста кенет көк жалынмен өлетінін түсінген. Профессор Ян өмір бойы мұнараны зерттеген, өйткені ол қызын осы тағдырдан құтқарғысы келген. Үңгірде олардың құлаудан аман қалуының жалғыз себебі Ян Пиннің оларды тірілту үшін күштерін пайдаланғаны. Байланыс үзілер алдында Ян Пин Ху Байға оны жақсы көретінін және әкесін іздеуден бас тартпауды өтінеді. Ху Бай оның өтінішін құрметтеп, командасымен бірге түйелер мен шөл даладан шығады, профессорды іздеуді жалғастыруға дайын. Алыстан оларды алып аң бақылап тұр, бұл шытырман оқиғаның әлі аяқталмағанын білдіреді.